Уф. Так, бәріне сәлем, өмірлер. Әрең қостым ау. Так, бүгін біз воскресенье кешегі суббота күнгі тестті бүгін талдаймыз. Негізі, қазір. Мына суббота күнгі берген тестім пробный тест центрден алған сайтынан. Тест центрдің сайтынан алған, бірақ та маған талдауына документте ыңғайлы болады да. Біткеннен ол жаққа белгілеп, бәрін аяқтап бірге көрейік қанша балл болады. Маған да қызық. Потом мына видеоны қазір талдауда мен тақырыптарды каждый тақырыпқа терең қазбалап кетпеймін, потому что бәріне қарасаң қазір 50-40 сұрақ қазбаласаң қазір 2 сағат, почти 1,5 сағаттан көп шығарып тұрсыз видео. Сондықтан мен максимально жай мысалдармен келтіріп, қиын есеп болса да тақырыптарды терең деп қазбаймын, просто шығар жолын көрсетіп кетемін. Кейін уақыты келген кезде ол тақырыптың бәрін өтеміз бірге, жарай ма? Сондықтан максимально жеңіл путтермен, жеңіл жолдармен шығаруға тырысамын. Бастайық. Так, надеюсь, видео көрініп тұр ғой. Бірінші сет. Үш дәрежелі түп астындағы 8 көбейтілген 27. Үш дәрежелі деген түп асты не білдіреді? Например, 8 үш дәрежелі түбірден былай ойланасыңдар ғой, қандай санның кубы 8 болады деген сияқты. Екінің, немесе ол бүйтіп шығу керек қой негізі. Екінің кубы 8. Үш дәрежелі түбірмен куб қысқарып та жауабы 2 қалады деп. Примерно бұны шығар жол былай еді. 8 үш дәрежелі түп астынан 8, үш дәрежелі түп астынан 27 дегенді бөлек қарастырсақ, үш дәрежелі түп астынан 8 2 болып шығады. Қазір айттым, үш дәрежелі түп астынан 27 ойланамыз, қандай санның кубы 27, ол үштің кубы ғой деп. В итоге үш дәрежелі түп астымен куб қысқарып шығады. Жауабы 2 үшім 6 дей саласыңдар. Келесі есеп. Тоннаны килограммға айналдырып стандарт түрде жазыңыз дейді. Осы есептен біраз бала кетіп қалды. Во-первых, көзге түсетін зат тоннаны килограммға дейді. Бір тоннада 1000 килограмм бар ғой. 1000 килограмм бар. 1000 килограмм деген сөз, 1000 ол 10-ның 3 дәрежесі. Тоннаны килограмм айналдыру үшін өз берілген 2,5 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі, бұл и так стандарт түрде беріліп тұр, короче. Неге? Потому что қараңдаршы, стандарт сан деген сөз өтердің алдында бір ақтал цифр тұру керек. 2,5 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. И оны тоннаны килограмм айналдыру үшін бағанағы 10-ның 3 дәрежесін тіркей саламыз. 10-ның 3 дәрежесі. В итоге мынау тонна еді, қазір килограмм болады мынамен бірге. Мынау оны килограмм айналдырады. 2,5 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесін көбейтсем 10-ның 3 дәрежесіне, барлығымыз білеміз, көбейту кезінде дәрежелері қосылады. 5 пен 3-ті қосыласыңдар, жауабы 8. 2,5 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Дұрыс жауабы А. Кстати, дұрыс жауап Б болып қалуға да болады, негізі, бірақ Б стандарт түрде берілмеген. Өтердің алдында бір ақтал цифр болу керек. Мынау 25 бүтін. Өтердің алдында 2 цифр болып кетті, болмайды. Окей? Мысал ретінде, мысалға, даже 490 деген сан болса, 490 деген сан стандартный сан емес. Как будто 490 тым жақсы тұр ғой деп ойлайсың, бірақ стандартный емес, бұл стандарт түрде былай болады. Өтер мына жерде негізі тығылып тұр. Өтер бір цифрдың алдында, өтердің алдында бір ақ цифр болу керек қой, в общем. Өтір мына жер тұру керек, не мына жер тұру керек. 4 өтір 9 болу керек. Яғни өтірді біз мына жаққа қойсақ, мен қазір қызылмен көрсең, өтірді мына жерге қойсам, 2 шаг алдыға жүрген. Яғни 10-ның 2 дәрежесі болады. Мынау стандарт түрде жазылған. Стандарт. Мынау стандарт емес. Окей, демек, нет, алдан қалмау керек. Стандарт десе резко. Мынау отпадает. И мынау отпадает, но стандарт емес. Либо мынау, өтердің алдында бір ақ сан тұр, либо мынау болу керек. И дальше есептей саласыңдар ғой. Дұрыс жауап А. Дальше. Мынау чисто тригонометрия. 10-шыны бірақ таблицадан білу керек. Арк, мына жас кезінде қажет. Арк, синус ішінде минус болып қалса, минусты алдына шығарады. Минус арк, синус А. Тағы не? Арк, тангенс бар. Минус болса, минусты шығара салады. Минус арк, тангенс А деп. Вот косинуспен арк косинуспен аркка тангенс минусты жай шығармайды олар. Арк косинуста минус болып қалса, пи минус деген формула бар. Пи минус арк косинус А.
арк котангенсте минус болып қалса, ол минус арк котангенс деп минус шығарады. Сендер жаттап алу керек зат мынау ғой. К косинус минусты пи минус деп шығарады. К котангенс арк котангенс минусты пи минус деп шығарады. Ал тангенс пен котангенс, тангенс пен синус екеуі рахат, минусты просто шығара саласыңдар. Окей, минус просто шығара саласыңдар. Мынау негізі полный формула 10-шыны кері тригонометрия. Получается ағындар, синус минус шығара салады. Минус шығара салады алдына. Минус 2 и дальше мынау таблица. Синус 2-ден түпірас 3 кезінде. Синус 2-ден түпірас 3 кезінде таблица бар. Ол 60 градус болады. Пи бөлінген 3. Пи деген 180 градус. 180-ді бөлем 3-ке 60. Енді сендер 60 градус дегенде радианмен жазу керек болады. 60 деген 180 бөлінген 3 деп. Так, арк тангенс. Тангенс минусты шығарады. На минус пен на минус бар. Плюс 3. Тангенсті біраз 3 бөлінген 3 бұл тоже таблица. Тангенсті біраз 3 бөлінген 3 кезінде ол бізде 30 градус болады. 30 дегеніміз 180-ді бөлем 6. Пи бөлінген 6. Арк косинус минус шығара салмайды. Міндетті арк косинус минус шығарса, ол бізде пи минус деп шығарады. И косинустың 2-ден түпірас 3 кезінде мәнін, 2-ден түпірас 3 кезінде мәнін білу керек болып тұр. Ол таблица тоже. Косинус 2-ден түпірас 3 кезінде 60 градус болады. Пи бөлінген 3 минус арк тангенс. Арк, мынау тангенс. Минус шығарады алдына. Минус шығады да минус минус плюс 2 и тангенс 1 кезінде 45 градус. В общем, вообще түсінбей отқан балаларға, бұл өтпегендерге. Пожалуйста, мына жерде бізде мынандай таблица бар. Қайда кетті? Ну, қазір. Мен таблицаны айтамын. Қалған екен. Міне біресе. Міне. Түсінбей отқан балаларға, пожалуйста. Мынау көрініп тұр ма сендерге? Синус көрініп тұрған шығар, иә? Что-то, ну, көрініп тұр ма екен? Короче, мына жерде таблица бар. Мына ашсаңыз, бүйтіп көрінетін шығар. Көрініп үшін бір тақырып бүйтіп көрсетті. Не, бағана помните мне? Есеп былай болған. Синус 2-ден түпірас 3 дейді. И таблицаны қарап көрсеңіз. Так, синус 2-ден түпірас 3 кезінде міне пи бөлінген 3 екен. Потом дағы не бар? Тангенс түпірас 3 бөлінген 3 дейді. Так, окей. Тангенс түпірас 3 бөлінген 3 кезінде опа міне пи бөлінген 6. Короче, бұл уақыты келгенде өтеміз бәріміз. Уақыты келгенде өтеміз. Сол мәндерін қоя салу керек, болды. Мына жерде мынаның астына бірі бар, көбейтесіңдер. 3, 2 пи плюс. Мына екеуі қысқарады, астына бір бар. 3-ке бөлім 1, 3-ке бөлім 2. Пи бөлінген 2. Мына жаққа ортақ бөлініп берейік, 3-тен берейік. 3 пиден азатам пиді. 2 пи бөлінген 3. И мынаның астында бірі бар, екеуі 4 пен 2 қысқарады. 2. Пи бөлінген 2. Жауабы ортақ бөлімі 2, 3, 2, бәрін ортақ бөлімі 6. Ортақ бөлімі 6 болады примерно. Примерно ортақ бөлімі 6 болады. Мынау примерно. Так, ортақ бөлімі 6 болады. 2-ден береміз. 3-тен береміз. Мына 6 болсын 2-ден береміз. Мына 6 болсын 3-тен береміз. 2, 2, 4. Алдында минусы бар. Минус 4 пи плюс 3 пи плюс 2, 2, 4 пи и плюс 3 пи. В итоге минус 4 пи мен плюс 4 пи кетіп қалады. Оны екеуі басын айтып қалады екен ғой. Стоп. Бір жан қате кетіп қалды ғой. 6 пи бөлінген 6. Жауабы пи шығып қалып тұр, иә? Неге? Синус алды минус шығардым. Синусты плюс бөлінген 2 кезінде 60 градус. Тангенс минус шығарсам 30 градус дұрыс. Косинус минус шығарсам пи минус деп шығарамыз. И мынау бізде плюс бөлінген. Это бізде ойбай. Кетіп қалыпты мына жерде. Косинус плюс бөлінген 2 кезінде пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6. Ана жерде пи бөлінген 4. Это ортақ бөлімі.
мына алтыдан береміз. Ойбай, мынада кетіп қалыппыз ғой. Алтыдан береміз. Алты пи қай жерде, ол мынанікі, мынау мынанікі. Алты пи минус пи, это бес пи болады. Бес пи болады. Так, так, так. Алты пидан сан пиді бес пи бөлінген алты. Мына жаққа ортақ бөлініп береміз. Ойбай, ана бәрі кетті ғой. I'm sorry. Мен бағанағы таблицаға ашамын, бүйтем сөйтем деп, шына камераны ойлап, полный кетіп қалып отыр. Получается, мына жақта косинус екіден түп ашып кезінде пи бөлінген алты. Сәл қате кетіп қалыпты. Алттан береміз. Алты пи минус пи, бес пи бөлінген алты. Ортақ бөлім бәрінде алты. Оп, мына жаққа жазған алты. Минус төрт пи плюс үш пи и плюс бес пи и плюс үш пи. В итоге ортақ бөлім алты. Минус төртке қосам үшті, минус бір. Минус бірге қосам төртті, бесті. Төрт по төртке қосам үшті, жеті пи. Жауап екен. Ну, по идее, ортақ бөлімнен понятно қылдық уже. Жауап былай шығатыны. Это, короче, калькулятор салып көресіңдер, мына таблицаны жерден косинустан кішігірім қате кетіп қалды, короче. Дальше. Это жауабы бар. Дальше. Х квадрат плюс 4х өрнегінде болғанда мен вообще енді түсіндірмей қоя ма деймін. Х-тің орнына 2, y-тің орнына 3 қоя сал дейді. Кеттік. Х-тің орнына 2 квадрат плюс 4 көзден 2, y-тің орнына 3 дейді. 3-тің квадраты минус 3. Енді шатаспау керек. 2-дің квадраты 4, мынау 2-ні көтем 8, 4-ке қосам 8, 12 көбейтілген. 3-тің квадраты 9, net көбісі 6 деп ойлап қалады, содан шатасады. 3-тің квадраты 9, 9-дан астам 3-те 6. Көбейтсек 72. Нақсы ешкім түсіндірдің керек жоқ. Дальше. Дискриминант или вет. Бәрібір. Кім немен шығарса да өздері біледі. Дискриминантпен шығарсаңда да уақыт жоғалтпайсыңдар. Дискриминантпен тез шығаратын балалар бар. Мен ветпен шығарсалайын. Ветпен шығарсаңда сан болмау керек. Екі мынаған қарызға береміз. Минус 18. Қоссам минус 3 емес, 3 шығу керек. Қандай сандар? 6 мен минус 3, 6 мен минус 3. Жауабы 6 мен минус 3. Бірақ маған 2-ні қарызға бергем, сол 2-ке бөле саласыңдар. 6-ны 2-ге бөлем 3. 3. Мен болды уж. 3-те 2-ге бөлем 1,5. Ну, точно жауабы. В общем, балалар негізі есеп до конца шығармай, даже 1-2 шаг жасап, уже түсініп қалса болады да, ответ не екенін. Бағана жерде уже ортақ бөлім 6 екенін көрдім. Примерно мынау екен деп догадаться еткем, сол болып жатты. Короче, сендерде тоже это шығарамын. Уже 3 тұр, мынаны шығармай-ақ жауабын бұны билеп кетсе болады примерно. Өйткені басқа 3 жоқ та. Басқа 3 болса, өзі уже ойланасың, оп, болды, либо мынау болып қалуы мүмкін, либо мынау болып қалуы мүмкін деп. Бұл жерде уже 100% бір вариантта 3 бар, билей салу керек. Ну, или мынаны шығара салу керек, короче. Білмеймін енді. Дальше. Теңдеулер жүйесінің x0, y0 болса, ну, конечно, ответтерін тапқаннан кейін көбейт дейді. Көбейт салу керек дейді. Ну, мынаны жүйе шығаратын тәсілдер көп. Мен сендерге қосу әдісін үйреткем, азайту әдісін үйреткем, қосу және алмастыру әдісін үйреткем. Кез келгенмен шығарса болады. Мына бәрін үйреткенбіз мынаны. Мынау, во-первых, мынау 6 болып тұр екен, мынау 6 болса, ақ деп айтқанбыз, помните? И нарядты полный 6-ға көбейт салсаңдар болады. Полный нарядты 6-ға көбейт салам. Не болатын қарайық, так, мынаны көбейтем 6-ға. 24х, мынаны көбейтем 6-ға, 6y, мынаны көбейтем 6-ға, 30. И мына түк төрткін жоқ жазып қоя салайын. 5х, 6y, минус 4. В итоге пайда болған жүйені минус пен плюс екеуі жойып жіберу үшін қосайық. 6y-ге қосам минус 6y екеуі жойып кетеді. 24х-ке қосам 5х-ті, 29х. 30-ға қосам минус 1-ді, 29 болады. Жауабы көбейтілген 29-ны жаққа бөліп болып барады. Жауабы 29 бөлсем 1 шығады екен. Егер x-те 1 екен бөліп тұрсақ, кез келген біреуіне қоя салу керек. Желательно плюсы бар жерге қойыңдар. Минусқа барсақ, по-любому любой бала шатасады. Так что плюс бар жерге қоя салған дұрыс болады. 4 көбейтілген x-ті уже мен білем 1 екенін. X-тің орнына 1-ді қоя салу керек. Плюс y тең 5. 4 бірім 4. Y-ті үшін 4-ті не қылатырмыз? 4 азайды болып барады. Y тең болып тұр 1. Жауаптарын таптым. Екеуін көбейтіңдер дейді. Так, 1, x тең 1 болды. Y менде 1 болды. Көбейтсем жауабы 1. Жауап болады екен. Дальше. Косинус функциясы графигімен түзілме шектелген функцияның ауданы. Шектелген функцияның шектелген фигураның ауданы. Сразу. Шектелген фигура деген көрінер ма? Сразу. Интеграл.
Интеграл мынау деген бәле интеграл а б берілген функциядан интеграл ала салу керек болып тұр. Косинустың интегралын ала салу керек болып тұр. А б деген не бәле? Үстіне үлкенін, астына кішкентайын жазасыңдар. Всегда интеграл. Оны білесіңдер, мектептен бері апайдан айтқан шығар. Астына кішкентай, яғни минуспен тұра алсаң кішкентай, үстінде үлкені пи бөлінген алты. Бұл жерден де тереңдемей ақ қойын. Просто готовый формула бар. Косинустың интегралы синус болады. Синус болады. Нәрсе жаттап алу керек, формула бар. Синус шығады. Пи бөлінген алты минус пи бөлінген алты. Просто формула саласыңдар, кейін x-тің орнына бірінші үлкенді қоясыңдар. Міне интеграл былай болады. Табасыңдар, тапқаннан кейін бірінші үлкен санды қоясыңдар, потом кішкентай санды қоясыңдар да бір-біріне азайтасыңдар. Бірінші үлкенін қоямын, пи бөлінген алтыны қоямын, потом минус пи бөлінген алтыны қоямын да бір-бірінен азайтамын. Осы жерде қыздар жігіттер не синус алдына минус шығарады. Синус пи бөлінген алты, мына минус шығады да минус минус плюс синус пи бөлінген алты болады. Мынау тоже таблица, бағана көрсеткен таблица ашпайын, қазір жазып кетеміз. Үйдің өздерін қарап немесе жаттап жүрсеңдер болады. Синус пи бөлінген алты 30 градус кезінде екіден бір болады. Мынау синус 30 градус кезінде екіден бір болады. Ортақ бөлім екіден бірге қоссақ жауап бір шығады екен. Жауап бір шығады екен. Дальше. Яғни мына интегралда формула. Қиық конустың табан радиустары 2 және 5, биіктігі 4, бүйір бетін одан табыңыз дейді. Это қиық конустың суретін салсаң, бірақ бұл енді 11-ші сыныптың геометриясы ғой. Қиық конус. В целом вообще негізі конус деген мынандай зат қой. Конус мынандай зат негізі. Осындай фигура, иә. Биіктігі бар, бірақ бұны әкеліп қиып тастаған. Мына жер үстіндегі жоқ дейді. Мынандай фигурка. Оның уже автоматически биіктігі мынандай болып қалады. Енді геометрия негізі ондай қатты қиын емес, көбісі қиын деп ойлайды. Просто Пифагор білу керек, потом формула білу керек, болды. Мына есепте примерно бүйір беті дейді. Негізі конустың бүйір бетінің ауданы бар, PRL деген формула. Бүйір беті. Бірақ бізде қандай радиус үстінде де бар, не? Радиус деген шеңберде емес па? Міне үстінде радиус бар, астында радиус бар. Потому что қиып тастады да. Получается, бізде екі радиус бар, бір емес екі радиус бар. Сол кезде қиық конустың бүйір бетінің формасы былай болады. Қай радиус аламын? Кішкентай радиусты ма, үлкен радиусты ма десең, ешкімге де безобид болу керек. Бәрін аласыңдар. Радиусқа мынанда аласыңдар. Үлкендер мен кішкентайларды r-ді алып, l-ге. Короче, тура сол формула конустың, бірақ екі радиус болса екеуін де алу керек болады. Мынау полный конустікі, қасын жасаймын. Мындай полный бір конустікі, мынау қиық конустікі кесіп тастаған кезде. Формуласы бір ұқсайды, мына үш жағын кесіп тастаған. Получается, мен формула салсам, қиық конустың бүйір беті пи көбейтілген радиусым, мынау логичный кішкентай радиус 2, мынау логичный үлкен радиус 5. Формула салам 5 плюс 2 көбейтілген l. L деген мына жер. Короче, мына биіктік, жасаушы дейді бұны, жасаушыны табу керек болып тұр ғой бізге. Жасаушыны табу керек, жасаушыны табу үшін Пифагор не? Айтқан Пифагор, мына жерде кішігірім Пифагор тұр, міне. Оп. Пифагор тұр, міне. Получается, қандашы, міне. 2 былай кеткен, биіктігінің жүр 4 бар тем более, мынау 2. Мынау 5 ұзыннан ұзақ былай кеткен, и бізге нан тап дейді ол. Бізге нан тап деп тұр. И бұны табу үшін Пифагор. Түсірем. Мынау не десе, мынау 4, демек мынау да 4. Мына қосақ 2, мына қосақ тоже 2. 5-тің мына 2 болса, қалғаны 5-тің 2 жоқ, 5-тің 2 өнеті болса, қалғаны 3. А мен бәрін айтам, всегда 3, 4, 5 деген бар, египет 3 бұрышы. 3, 4 көрсек, не всегда 5 дейміз. Білмейтін балалар өтеміз ол қорықпандар. В общем, жасаушымыз біздің 5 болып тұр. L-дің орнына келіп 5-ті қоя саламыз. Все. Так, қосамын 7, көбейтем 2, 35. А еще пи бар, иә бізде? Пи деген 3. 35 шықты. 35-ті 3-ке өтеміз. Жауабы 105 деген жауап болу керек. Жауап А екен. Келесі. 8-ші деп енді келді ме не? Жылдам жату керек. Мына 5 қылу керек. Көрсеткіш, иә. 5х. 25 деген бәріміз білеміз ғой, 5-тің квадраты. 5 пен 5 жойып кетеді. Х үлкен неден. Бірақ тал теңістік бар, бірақ тал сурет жасасыңдар. Всегда айтамын ғой мен. 2-ден үлкен дейді. Үлкен жаққа кетеміз.
Дальше үштен бір, көп меппен көрсең үштен бір. Үштен бір х минус 8. Мынау үштен бірдің кубы. В итоге қысқартамын екен. Ойланасыңдар, мен нені қысқартып жатырмын деп. Мынау бірден кішкене зат. 0,333. Пожалуйста. Бірді бөлем, көрініп тұр. Бірді бөлем үшке. 0,3. Яғни 0,1-ден кішкене сан болғаннан кейін жойған кезде таңбасы өзгереді. Осы жерден көбісі байқамай кете береді. Ал бұл жерде негізі таңбасын өзгерту керек. Внимательно болсыңдар, есептен қате жібермейсіңдер. Короче, 11 шығады, жауабы 11-ден кішкентай мәндер дейді. Екі раз қиылысқан аймақ, 2-ден 2 боялмаған жай жақша 11-ге дейін. Жауапсы. Дальше. Формула. 2 косинус 2х бірді лақтырам. Минус бірді лақтырам. Бір болып барады, көбейтілген 2-ні лақтырам. Бөлу болып барады. Косинус 2х тең 2-ден 1. Тура осы жерде формула, мен всегда 10-шы сыныптың тақырыбы, это готовый формула бар. Тригонометриялық теңдеу. Мен байқасыңдар, негізіне танкасы көріне ме білмеймін. Менде черновик деген бар документ. Ашам всегда. Ашқан кезім көрдіңдер ме, байқайсыңдар ма? Всегда осы тұрады. Черновикте осы тұрады. Косинустың теңдеуінде плюс минус арк косинус деп бастайсыңдар. Екпен. Косинустың теңдеуінде плюс минус арк косинус плюс екпен деп бастау керек. Не косинус кем жазасыңдар не? Тең. Плюс минус арк косинус а плюс 2 пен деп бастайсыңдар. Бұл теңдеудің формуласы ғой. В итоге плюс минус косинус 2-ден 1 кезіне баған таблица. 2-ден 1 кезіне пи бөлінген 3 болады. Еще плюс минус деп басталатынына қараңдаршы. Мынау емес, екеуін біреу. Плюс 2 пен. Кейін көбейтілген 2 мына жаққа да бөлу болып барады. Бөліміне кетеді. Бөл десе бөліміне кетеді. Бөліміне барып 2 мен 3 көбейтіліп пи бөлінген 6 болады. 2 жауапта пи бөлінген 6. 2-ні жаққа бөліміне барады. 2 пи енді бөлім 2-ке. 2 мен 2 жауады. Просто пи ен. Немесе пика. Мынау емес. Просто болу керек. Тақырып пайда оншалықты қиын емес, өтеміз уақытта келген кезде, жарай ма? Мына туындыны ешкім өтпегенбіз. Туынды, мына көрсеткіш деген AX деп. Туындысы AX, ln A. AX-тің туындысы AX, ln A. Біз оны кейбір группалармен айтқанбыз негізі. AX-тің туындысы ах деген сияқты. Ах, Елена деп. Бір әдемі қыз бар. Елена деген сияқты. Орыстың қыз сияқты, бірақ ln дегенде Елена деген сияқты. Ах, Елена деген сияқты. Сол сияқты 3х-тің туындысы өзі 3х-тің өзі болады. AX-тің өзі болады. Міне. AX-тің туындысы AX-тің өзі болады. ln дейсіңдерден А-ны тіркей саласыңдар. Мұны А-ны тіркей салу керек. Получается, бізге 3х-тің туындысы 3х ln и-ны тіркей саласыңдар. 3. Мынау емес, мынау емес, мынау емес. Ну, уже бұл мынау енді по-любому. Неге? Себебі туынды деген сөз міне 4х квадрат туындысы 2 алдына түседі, дәреже алдына түседі туындыда. 2 алдына түседі 8х, ну плюс 8х. Жауабы. Отырып түсіндіруге болады, бірақ мен ұзақ, мен 11-ші сетке енді келдім, так что бәрін примерно айтып кетемін. Негізі ондай қатты қиын емес. Формула білсеңдер, міне тез шығарып тастауға болады. Дальше мына барлық класспен, барлық группамен өткенбіз. 0 болса, каждый 0-ге теңестіре салу керек болады. Жауабы 2. Каждый 0-ге теңестіресің, жауабы минус 4. Бір ақтал теңестіріп, бір ақтал сурет. Кейбіреулер мынаған бөлек болмайды деп. Бір ақтал теңестіріп, бір ақтал сурет салсаңдар, теңі бар нүктелер боялады. Екеуінің таңбасын қарайсыңдар, мынау плюс дейді, мынау плюс дейді. Демек плюстен бастайсыңдар, плюс, минус, плюс, кіші 0-ден дейді. Кіші минустыңдар кішкентай, яғни минус 4 қоя саласыңдар. Жауабы минус 4-тен бастап 2-ге дейін. Сори, оқымап болған сұрақты. Ең кіші, ең үлкен дейді. Ең үлкен сан бұл жерде қайсысы? Ең үлкен, очевидно, 2 боялып тұр. Тем бар, 2-ні аласыңдар. Дальше. АБЦ үш бұрышында АБ 5, БЦ 4 және Б бұрышы 62 белгілі АЦ қабырғасының ұзындығы дейді. Б-ны 60 дей ма? Правдоподобно сайк. Ұқсатып, мына 60 градус келеді, мына Б болсын.
А, С, без разницы. Ойбай, без разницы мынаны қараңдар. Ну, жарайды. Мына жаққа қазір б с 4 десем ұят болып қалады, мына жаққа 5 десем. По-любому біреу көреді ғой. Мына аккурат мына жаққа дейін. Мына жаққа дейінші. Мынау 5, мынау 4. И атсын сырты мынау. Мына тақырыпты өтеміз тоже. Бұл оңай тақырып. Просто сендерге қиын болып көрінуі мүмкін, потому что біз бұны өткен жоқпыз. Қараңдаршы, егер екі қабырға және арасында бұрыш белгілі болса, мен бұны комбинация деймін. Комбинацияны үшеуімен комбинация тұр. Үшінші қабырғаны табуға болады. Бұл жерде көмектеседі косинустар теоремасы. Оп оңай теорема. Х квадрат тең дейсіңдер де мынау мен мынаны квадрат тең комбинация кетеді. Бірінші любой біреуін ұстап аласыңдар. Қысқаша көбейту формуласы сияқты. Төрттің квадраты плюс бестің квадраты минус екі еселенген аб дейтін бар емес па? Аб төрт пен бесті өтем және косинустар теоремасы косинус 60. Все. Мынандай формула. Үшінші қабырғаны табу үшін с деп қояйын. Үшінші қабырға с болсын. С квадрат тең с. А квадрат плюс б квадрат минус екі еселенген аб косинус альфа. Мынау формула. Пожалуйста, кімге керек? Дәптерлерін жазып алсындар болады. Х квадрат тең болады. 4 16, 5 25, 2 көбейтемін. 2 тұра берсін. 2 көбейтемін. 4 бесім 20. Неге 2 тұра берсін деймін? Потому что косинус 60 2-ден 1. Мына 2 мен қысқарып кету үшін. Х квадрат тең болады. Қоса қойық. 41 азайтамын 20-ны 21 жауабы плюс минусты бірасы 21, бірақ геометрияда минус деген өлшем бірлігі жоқ. Сондықтан жай ғана 21. Дальше тоже туынды. Это туынды деген тақырып ең соңында өтеміз, бірақ в целом ондай қатты прям қиын емес. Просто формуланы білу керек болып тұр. Арсинустың туындысы түп астында 1 бөлінген 1 минус х квадрат. Аркосинустікі тура осындай. Туындысы, кстати. Тура осындай түп астында 1 минус х квадрат, бірақ минуспен. В итоге, так, 3 тұра берсін, сам по себе 3 тұра берсін. Арсинустың туындысы қандай деді? 1 бөлінген түп астында 1 минус х квадрат минус 4. Аркосинустың туындысы формула просто. Минус 1 бөлінген түп астында 1 минус х квадрат. В итоге, мынаның астында 1 бар, бірінші көбейтіп алу керек, мынаның астында 1 бар. Мынау алым мен алыма көбейтіледі, 3 пен 1 көбейтіледі, 3. Бірді любой өрнекке көбейтсең, сол өрнектің өзі шығады. Мына минус пен мына минусты көбейту кезінде минус пен минус плюс болады. 4 пен 1 көбейтіледі, 4. Бірді көбейтемін любой өрнекке, сол өрнектің өзі шығады. Яғни 1 минус х квадраттың өзі шығады. Сөйтсек, қосасек, ортақ бөлім как раз бар. Түп астынан 1 минус х квадрат. Жауабы 3-ке қосам 4-ті 7. Жауабы Д. Мынаны қарасыңдаршы. Невнимательно болыңдар, мына жерден кеттіңдерден қарай. Ё-май. Жауабы да, яғни просто формула біліп жүру керек болып тұр сендерге. Параллелепипедтің өлшемдері осындай, оны диагональ тап дейді. Мынау вообще по формула. Диагональ үшін ұзындығы, тем более ұзындық болса сразу білмей жатсыңдар да Пифагорға тығып жіберіңдер. Мынау Пифагор. Пифагор саласында плюс а квадрат, б квадрат, бәрін квадраттап қоса салу керек. 6-ның квадраты 36, 6-ның квадраты 36, 3-дің квадраты 9 қосамыз. 72, 72, 81. Түбір астынан 9 болып шығады. Байқасыңдар, барлық формула байланысты. Өтіп жатқан формуланың бәрін формула деп айттым ба, дәптерін бір қатты бетін әдемілеп жазып алсыңдар, сонымен соны жаттап жүру керек. Чтобы келіп қалса еске түсіретіндей, шығара салатындай барлық формуламен байланысты. Дәрежеде x болса, бұл көрсеткіш дейді. Мынаны 3, мына да 3 қылу керек енді. Чтобы дәрежемен жұмыс істеу үшін, екі жақта 3-ті қысқартып тастау үшін да. 3х квадрат минус 6х плюс 4 тең. Мына 3-тің 4 дәрежесі, бірақ бұны бәрі біледі, 3-тің минус 4 дәрежесі төңкеріледі деп айтамын осыда. 3 пен 3 жойылады. Х квадрат минус 6х плюс 4 тең болады минус 4. Х квадрат, квадрат бар жерде дискриминант еткен біліп тұр, сондықтан 0 болу керек. Минус 4 бері тартып алыңдар. Плюс 4 болып келеді. 4-ке 4 қоссам 8 шығады. Көбейтсем 8 қоссам 6. Не, білмейсіңдер, вариант тұрнағандар.
Көбейтсек 8, мына екеуін көтсем 8 ба? Жоқ. Мына екеуін көтсем 8 ба? Ну, иә. Қоссам 6 ма? Иә, жауап ба? Мына екеуін көтсем 8 емес, мына екеуін көтсем 8. Осылайша араласасыңдар. Дальше. Оппо, логарифм. Бәріміз бірге қарадық, иә, бұны. Логарифм қосу кезінде көбейтіледі. Логарифм x плюс y пен x минус y-ті көбейттім. Тең логарифм 4. Кстати, мына жаққа негізі желательно. Мен бүйтіп шығарып қараңдаршы. Мына бір жаққа жинасындар да болады. Без разницы. Мен бір деген бүйтіп бір универсальный сан қалағанша жазса болады. Мен бір деген бүйтсем логарифм 10 деймін. Лг 10-ды қысқарып по-любому бірде береді ғой. Лг 10 деймін. Сөйтсем мына жерде қосу тұр. Қосу бар кезде олар көбейтіледі. Мынаны бүйтіп жазбай ақ. 4 мынаны қосу кезінде 4 пен 10-ды көбейтіп бірден 40 деп жазайын. В итоге не байқап тұрмыз? Мына лг мен мына лг кетіп қалады. X плюс y, x минус y тең 40. Мынау қысқаша көбейту формуласы. Ну, пока тұрады осында жарайды. Мына жерде дәреже азайту тұр. Дәреже азайту болса, олар двоетово, значит, бөлінген. Оның 2 дәрежесі бөлінген 10-ның lg x минус 2 дәрежесі тең 25. Так, 10-ның 2 дәрежесі біз бәріміз білеміз 100. Мына lg мен 10 қысқарады. X минус y қалады. Тең 25. X минус y не қылаттырып жүрейін? 100 тең болады 25 көбейтілген x минус y. Бөлу не қылаттырдым? Көбейту бұрды. X минус y табу керек. Көбейту 25 не қылаттырам? Бөлу бұрды. 100-ді бөлем 25-ке. Яғни x минус y 125 бөлсем 4 екен. Еще бізге x плюс y сұрып тұр ғой. Получается, x минус y 4 болса, мына ол бар екен міне. X минус y мына жерге kesкен. Так, x плюс y көбейтілген. Мынаның орнына 4 екен таптық. 4-ті қоя салыңдар. Тең 40. X плюс y тең көбейту 4 не қылатырам? Бөлу болып барады. Жауабы 10. Как раз қосу сұрап тұр, біз қосуды тауып алдық. Дальше x, y не екенін іздемей ақ қойыңдар. Просто 10-ды бере саласыңдар. Негізі сұраққа көп көңіл аударсыңдар, өзі жауап жеңілдейді шамалы. Параболасына нүктесі арқылы өтетін жанамалардың қиылысу. Бір жанама дейді. Жанаманың теңдеуі бар. Жанаманың теңдеуі бар, сонымен шығарамыз. Мына жерде амал жоқ. Жанаманың теңдеуі. 10 сыныпта қарағанбыз. f штрих x0, x минус x0, f x0. Бірінші туындау керек болады. Біріншісіне параболаны түрлендіріп алайықшы. Туындысын алсам жарайды. Туындысын алып алайын. Так. Туынды деген айтқан болған дәреже алдына түседі. 2-ден 1, мына 2 алдына түседі, дәрежесі 1-ге кем қалады. В итоге мына 2-ның астында 1 бар. 2 мен 2 қысқарады, жауабы x минус 1. Мен просто туынды алып қойдым, чтобы мына жақта міне формулада туынды қолданамыз қазір. Соны қайта-қайта алып жүрмеу үшін. Короче, x0 деген не бәле? Беріліп тұрған нүкте міне, бірінші беріліп тұрған нүкте. Алып қойайық. Бірінші теңдеп жүрсем жанама. f' x0. Туындыға x0-ді қой дейді. Туындыға келіп минус 1-ді қоямын. Туынды не тұр? Мынаға минус 1-ді қоямын. Не қырсыншы? Туынды міне x0-ді минус 1-ді қоямын. Минус 1, еще минус 1. Не қоямын келіп. Минус 2. Y-ні формуласы алдырым. X минус x0 деген ол бізде минус 1. Мына 1. x0-ні келіп минус 1-ді қоямын. Формуладағы минус пен өзінің минусы плюс болып кетеді. Плюс f x0. F-тің ешқандай штрихы жоқ, яғни нағыз функцияны өзіне апарып қоясыңдар. Нағыз функцияны өзіне апарып қоямыз. Нағыз функцияны өзіне апарып қоямын. Так, 2-ден 1. X-тің орнына минус 1-ді қоямын. Минус 1, минус 1-дің квадраты. Минус 1 мен минус 1 минус 2-не береді. Минус 2-ның квадраты 4. Жойылып 2 қалады екен. Жауабы жақшашайық. Хоп-хоп. Минус 2х. Так, минус 2-ні көтем 1-ге минус 2 плюс 2. Жауабы 2 жойылып, жауабы минус 2х қалады екен. Біріншінің жанамасы. Екіншінің тура солай, бірақ оның өзінің x0 болады. Оның өзінің x0 болады. Мен қызылмен көрсетейін. f' x0 табайын өзінің. Туындыға алып келіп, өзінің x0 болын қойасыңдар. f' x0. Екіншінің жанамасы кір. Екіншінің жанамасын ес отырым. f' x0 туындыға келіп x0 бөлі қоямын. 2-ден астан 1-ді 1. 1 x минус x0. x0 деген менде 2.
плюс f x ноль, яғни f ешқандай туындысыз оригинальный функцияға барып x нольді қоясыңдар. Екіден бір x-тің орнына өзіміздің x нольді қоямыз. Яғни 2 минус 1-дің квадраты. Екіден бірді алсам 1, оның квадраты 1 болып, жауап 2-ден 1 шығады. Жақсы ашамын. Бірден ағын кез келген өрнекке өтсең, сол өрнектің өзі шығады. Мынау 2-ден 1 деген 0,5 десек. Минус 2 қосам 0,5-ті, минус 1,5. Енді қиылысқан дей ма? Қиылысқан деген сөз мына екеуін бір-біріне теңестіру керек. Минус 2х пен х минус 1,5-ті теңестіру керек. Екеуін бір жаққа жинаймыз х-терді. Мына плюс х бері қарай минус х болып келеді. Минус 2 мен минус 1 минус 3х болады. Екі жағын минус 1-ге өтем. И бір жағында 3-ке бөле саласыңдар. Бір жағын 3-ке бөлсек 0,5. Х 0,5 екен. Но x, y. X 0,5 емес, 0,5 емес, минус 0. Жауабы D. D екен уверен болу үшін x-тің орнына 0,5 әкеп қою керек болады. X-тің орнына 0,5 әкеп қою керек болады. Но енді менің случайымды чертіп қойсаңызшы. X тұр 0,5 қойып қойса, 0,5-ге минус 1, минус 0,5 квадраты 0, минус, плюс, иә? Қазір. Қиылысын тез қойып, да бір жерге әкеп қою керек. Кез келген біреуіне, мына екі функцияның қиылысқан жері либо мынау, екеуінің біреуіне любой біреуіне әкеп қойсаңдар. Любой мынаған әкеп қойсаңызшы дейді. 0,5 минус 1,5 жауабы минус 1. Y-іміз минус 1 шықты. Немесе 0,5 тапқаннан кейін жауабы резко дей салса болады. Просто дәлелдеп отқаным осындерге. Жауабы D екен. Келесі 19-шы шептіміз, иә? Келесі трапеция табандары 20, 50 болатын трапеция. Трапеция. Примерно мынаяқ 20, 50. Бүйір қабырғасы тең 3 бөлікке бөлініп. Тең 3 бөлікке примерно өз бөлісілайық. Примерно бүйтіп жасылайық. Хоп. Хоп. Бірдей бөлінген міне. Енді осы бөлік нүктелерге окей, трапецияның табан параллель кесіндер жүргізілген, параллель осы кесіндердің ұзындығы. Короче, неге резко жазып салды дейсіңдер ғой? Мынандай істер көп келеді. Бұл жақта бір заңдылық қарай саласыздар. Негізі формула бәрі бар, бірақ бұл жақта сразу заңдылықпен көрсете 20 бірдей болып бөлінсе, бірдей расстояние жүріп отырады. Бәрінің расстояниесі бірдей. Мынау мен мынау бір, мынау барлығы идеально бірдей расстояниелар. Қараңдар, примерно енді 50 шығу үшін 20-ға қосам какой-то бір расстояниені. По идее, ойдан алса болады, немесе тек 20-ға қосам бір какой-то расстояниені. Оған тағы сол расстояние жүрдім. Оған тағы сол расстояние жүрдім, 50 шықты. 3х тең болатын лақтырып жүргенде қазір туып барады. 30 шығады, кейін бөлем 3-ке 10. Каждый шагымыз 10-нан екен. 10 қосам 30, 10 қосам 40, 10 қосам 50 орын алып тұр. Осы кесінділердің ұзындығы дейді, осы кесінділер 30 пен 40. Жауап. Оңай. Дальше период. Это негізше вообще пойти прикол жоқ. Анда период бәріміз білеміз ғой. Бірінші шаржан көрсеңші. 1,2, 3 периодта. Периодта тұрған сандар еске түсірейік. Бұл қанша сан бар, қанша цифр бар, сол 9. Мынау аралас период деп аталады. Бүтін мен периодтың арасында қанша сан бар, сол 0 болады. Бірақталса цифр бар, бірақтал 0. Потом бәрін жазып аламыз. 123 минус 3-ке дейін, периодқа дейін сан 12. 23-12 алсақ, 111, барлық 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлем 30, 3-ке бөлем 37. Жауап. Енді есеп негізі прикол. Вообще целом кесе біз балалармен айтамыз ғой, всегда. Период келсе орнына қойсаңдар, например, жоқ, бұны наугад билейтін балалар 47-ні бөлем 30-ға 1 3 2 3 3 шықты ма? Жоқ, аны көрейік, 37-ні бөлем 30-ға 1 3 2 3 3, жауабы екен ғой деп, изи бір бал ғой. Келесі. Дұрыс қой? Тұстан кейін не дұрыс?
келесі 21-ші есеп. Уф, 20-дан асты ке. Жастыққа дейінгі қашықтық дейді. Қашықтық дистанцияда деп белгіленеді. Формула ax0 cz0 да бөлеміз түп арасында а квадрат б квадрат с квадрат. ABC деген не? Бұлар коэффициенттер, мына алдында тұрған сандар. X0, Y0 дегендер не? Бұл міне берілген нолевой нүктелер. Мына бәрі нөл. Яғни X, Y, Z берілген ба? Мына әкеп орнына қоя салсаңдаршы. Мынаның әкеп орнына қоя салыңдар. X берілген, Y берілген, Z берілген орнына қоя салу керек. X орнына 0-ды қоямын. Плюс Y-тің орнына 1-ді қоямын. Плюс 2 көбейтілген, Z-тің орнына 2 берілген, 2-ні қоя саламын. Плюс 10. Астына бөлім не? ABC деген, помните дискер? Любой жерде коэффициенттер ғой. Алдында тұрған сандар. Түбір астында X санында қандай сан тұр? 1 тұр. Y-тің орнына алдында не тұр? 1 тұр. Плюс Z-тің алдында не тұр? 2 тұр. Мына модульге алсамыз, бұл просто не? Как сказать, подушка безопасности минустан шыққаны үшін. Бізде дистанция арқашысында минустан шықпайды. Шықпау керек, сондықтан модуль қойсыңдар. Так, 2, 2, 4. 0-ге қосам 1-ді 1, 1-ге қосам 4-ді 5, 5-ге қосам 10-ды 15. Бөлімде 1-дің квадраты 1, 1-дің квадраты 1 қосам 2, 2-ге қосам 4-ді 6. Жоқ, бұндай вариант жоқ, себебі иррационалдықтан құтылу керек. Бөлімінде алымында тура осыны өзіне көбейте саласың, түбір асты 6-ға. Түбір асты 6 мен 6 көтем 6 болады, 15 түбір асты 6, бұл екеуі 3-ке қосқарады, 3-ке бөлім 2, 3-ке бөлім 5. 5 түбір асты 6 бөлінген 2. Жоба. Яғни тоже қайта айтсалайын, формула. Любой бір есеп, тақырыпты сәл-пәл білсеңдер, формуланы жаттап жүрсеңдер, формула бұл тақырыпты әлі ешкім өткен жоқпыз. Келесі өрнекті ашқандағысын. Вообще бір оңай. Прикол жауабы нетті, бірақ та минус бар, жауабы минуспен шығу керек. Бәрі минуспен шығады екен, потом сандарды реттеп алайық. 2 мен 3-ті өтеміз 6. Логичный бәрі 6 мен 6 шығып тұр. Так, болмаса 5 шыққаса біреу сызықтай деген ғой, не болмайды, Так, потом x-тер жинайық ал, x квадрат. Это x куб. Инята x сыртында 3 әсер етеді. 2, 3, 6. Көбейту кезінде дәрежелер қосылады. 2-ге қосам 3-ті. 5, 5-ге қосам 6-ны. 11. 11 емес, 11. 11 емес. Кейін y-тер. Y-тен 2 квадрат. Инята y әсер етеді. 3, 3, 9. Қосайық. Это 1 тығып тұр. Қосам 3, қосам 12. 12 ма? Жоқ, жауап отса. Болды. Оп-оңай. Дальше теңдеудің түбірлерін анықтаймын. Мына бір есепті енді көп шығарамын отырды, мен қарап отырдым, сол кезде көбісі орнына қойып отқан. Орнына қойса четко молодцы. Шығармасындар, орнына қойсаған идеально. Бірақ мына бір 3-тен 1-ден сандарды қойған кезде бола ма екен? Это нефтем қиналып қаласыңдар, Мен шығар жолын көрсетейін. Өйткені көбісі орнына қойып шығарып тастады бұны. Шығар жолын көрсеткен это бір заңдылық қарау керек. Мынаңдаршы, мынау тұр міне. Екеуі бірдей. Осыны жақшаны сатына шығарсам, менде қалады 9x и 9 қалады. Демек, мына екеуі пара шығар. Екеуін 4 бар, мына жерде тығылып тұрған 4 бар. 36 деген 4 9-ым. 4-ін шығарып аламын, мына 4-ін шығарып аламын. Ішінде 9, 3-тің квадраты 9, тура осы сақтар қалып тұрды. Короче, папарам жіктеу керек болып тұр осындерге. Мына екеуінен 2-нің 3x плюс 1 дәрежесін алып аламын. Мынау шығып кетсе 9-ның x дәрежесі қалады. Минус. Мынау шығып кетсе 9 қалады. Дальше мыналарды 4 тығып тұрды өттім. Еще минусы бар. Минус 4-ті албайыншы. Минус 4-ті алсам 3-тің 2x дәрежесі қалады. Мына плюсті минус шығып кетті. Минус қалады. 4 шығып кетті, 9 қалады. Тең 0. Сөйтсем, бәріміз білеміз 3-тің квадраты қанша? 9. Давайте мынаның орнына 3-тің квадраты демей 9 дейікші. Деп жазсам мынаның арасындашы. Мына жерде 9-ның x дәрежесі минус 9, 9-ның x дәрежесі минус 9 екеуі бірдей өрнек пайда болды. Екеуін алып келіп тағы шақшаны сыртына шығару керек. 9x минус 9-ды алып алу керек тұр. Қалған қалдықтың барлығы екінші шақшаға кетеді. 2-нің 3x плюс 1 дәрежесі минус 4 қалып қалды. Тең 0. Ал тең 0 болса бәріміз білеміз. Әрқайсысын 0-ге теңестіре саласыңдар. 9x минус 9-ды 0-ге теңестіре салайын. 2, 3x плюс 1-ді 3x плюс 1
Минус төртті нөлге теңестіре салайық. Так, иксті алып қаламын, мына тоғызды мына жаққа лақтырайын. Тоғыз бен бір дәрежесі. Екеуі бірдей екенін қараңдар. Тоғыз бен тоғыз бірдей, бұл көрсеткіш дәрежемен жұмыс істейміз. Негіздерін бірдей алып жойып жіберіңдер. Икс тең бір. Бір ма, иә, бір ма, жоқ. Бір ма, жоқ. Бір ма, ай. Вот осы жерде спорный момент болса, екіншісін шығару керек болады уже. Екіншісін шығара салайық. Үш икс плюс бір тең болады. Төртті не қылып төрттен ол екінің квадраты. Дәрежемен жұмыс істеу керек. Негіздерін бірдей қылдым. Қысқартамын. Үш икс плюс бір тең екі. Бірді мына жаққа тарта салайық, азайту болып барады. Екіден бірді аламын бір, көбейту үшін мына жаққа бөлу болып барады. Жауабы бір бөлінген үш. Бір бөлінген үш па? Жоқ, жауабы демек А екен. Өздерің паузаға қойып, асықпай қарайсыңдар ғой енді. Или ана жерде ютубта скорс деген бар. Скорсты 0,5 қылмасындар, мен кейде тез сөйлеп кетіп жатқан шығармын. Ал өздерің тихоря 0,5-қа қойып, асықпай көріп аласыңдар ғой. Мына есеп теңсіздікті шешіңіз дейді. Мынау негізі 6-шы сыныптың тақырыбы. Бірақ осы жерден көбісі қате кетеді ау деймін. Опять же, давайте бүйтейік. Мынаны негізі тоқтап бөлек-бөлек қарап алайын. Бір үш периодта, бір периодта, екі периодта, мыналарды бөлек қарап алайыншы. Түсінікті болсын. Бір үш периодта дейді. Бір бүтін периодта қанша сан бар, соның ішінде тоғыз деп айтқам. Арасында ештеңе жоқ, өзің жазып бүйтейікші. Тек басын айтайыншы. Міне, бір тал тоғыз бар. Бір тал сан бар, бір ақ тал тоғыз. Барлығын жазып аламын. 13, азайтамын одан периодқа дейінгі санды. Бірді. Так, қанша болады? 12. Тексер салайыншы. 12-ні бөлейік 9-ға, 12-ні бөлем 9-ға. 1 өтір 3, 3, шынымен де шығып тұр екен. Деп өз түрлендіріп алдық. Мынау, кстати, 2 3-ке ұқсайды, иә? 3, мына 3-ке бөлсем 4. Тағы да 1 өтір 1-де периодта деген істейік. Так, бір тал периодта сан бар, бір тал 9. Арасында ештеңе жоқ. Ешқандай нөлік жазбаймын. Так, бәрін жазып аламын. 11 минус периодқа дейін сан 1. 10-нан 9. 9-дан 10. 2 периодта. Бір тал 9 бар. Ешқандай арасында сан жоқ. 0 қоймаймын. 22 минус 2. Периодқа дейінгі сан. 20 қалады. 9. Айдың негізі бәрін ортақ бөлім 9 қылып жіберем бе, да? Көреміз қазір. Мынау қысқармайды. В итоге енді есеп шығарайықшы. 3. Жақшаның ішінде бізден мынау шықты. 3-тен 4 минус х. Үлкеніне тең мынау бізде шықты. 10 бөлінген 9. Черновигіме шығарып алдым, иә. Жақшаның ішінде 1 минус мынау менде шықты. 20 бөлінген 9. Х бар екен. В итоге жақшаны ашамын. Мынау көбейтіледі, мынау көбейтіледі. 3 пен мынаны көбейтсем, 3 пен 3 қысқарады, 4 қалып қалады. 3-ті мынаған көбейтемін. 3х. Мынаны көбейтейік ал. Тік. 9-дан 10-ды 1-ге көтем, 9-дан 10-ның өзі болады. 9-дан 10-ды көтем, мына жаққа қысқармайды ештеңе. 9 мен 9-ды көтем, 81. 10 мен 20-ны көтем, 200. Х. Х-тің бәрін бір жаққа, санның бәрін бір жаққа жинап алайын. Даже сразу ортақ бөлім келтіріп аламын деймін. Міне қандай 81, мынау 9. Мынаның бәрінің астында 1 бар. Ортақ бөлім сразу келтіріп жіберейінші. Мынау 1-ді 81 қылу керек. 81-ге көтеміз. 1-ді 81 қылу керек. 81-ге көтеміз. Мынаны 81 қылу керек. 9-ға көтемін. 81 4-ке өтіп сайын. Сори, ортақ бөлім кейін берсе де болады, мен өсіп шығара салайыншы негізі. 324. 2 калькулятормен көттім оны. 81-ді 3-ке өтеміз. 243 қой деймін, иә? 243. Х. Көтем 90 минус 200. Х. Х-тің бәрін бір жаққа жинаймын. 200 мына жаққа плюс болып келеді. Мына 324 мына жаққа минус 324 болып барады. Азайтсам минус 43х. Мына ЖБК таңбасы ауысады. Таңбасы, достар, ауысатына қараңдар, міне. Мынау емес, мынау емес, мына екеуінің біреуі. Иә, мына екеуінің біреуі. Минус болса да таңбасы ауысады. Так, 90-нан астамыз. 324. Минус 234. Х-ның анда минус бар, минус 1-ге өтем, вот осы жерде абайлаңдар, таңбасы ауысып кетеді. 5 рет айттым ба, қанша рет айттым? Таңбасы ауысады, короче. 43 мына жаққа бөліп барады. 234-ті бөлем 43-ге. Бөлмей салайын. Ойбай. 234-ті бөлем 43-ге. 5 бүтін, 6 бүтін. Дәл шығаруға болады енді. Мен бірақ шығаруға жылан жоқ. 5 бүтін деп тұр, жауап 5 бүтін. Жауап мынау шығып тұр екен.
Несіп негізі достойн екен. Дальше туын, иә, штрих туынды алу керек болады. мына жерде енді әрбір туынды былай айтқанбыз, иә, дәреже алдына түседі, бірге келмейді деп дәреже алдына түсіреміз. Дәреже алдына түседі төрт, и мына бір өрнектің дәрежесі бірге келіп қалады, төрт емес үш деп болып жатсақ, мынау күрделі туынды дәреже емес, дәреже алып болғаннан ішінен тағы туындау керек болады, ішінен тағы туындау керек. Обязательно ол мынаның үші түседі алдына, көбейтілетінбіз 15, дәрежесі бірге келіп қалады. Үш түседі 15, дәрежесі бірге келмейді, үш емес екі қалады. Мынаның дәрежесі ол бөлек әлеміне қараңдаршы, бүйтейін енді, екі бөлінген x кубтың дәрежесі дейді. Бұның туындысын алу үшін бірінші x-ті көтеріп алайықшы. X-тің минус үш дәрежесі болады, иә. Енді туынды аламын. Минус үш алдына түседі, көбейтемін. Минус алты болады, и дәреже бірге келмейді. Яғни минус үштен аламыз бірді. Помните? Мынау төрт бірді алып тастадым, үш болып қалды. Сол сияқты минус үштен аламын бірді. Минус төрт болады. Дәреже бірге келмейді. Минус үш капута ступенька. И одан тағы түсем. Минус төрт болады. Көп сол жерден кетіп қалады. Минус төрт болады, қыздар жігіттер. Туындаған кезде минус екі болмайды. Дәреже бірге келмейді. Минус үштен алам бірді. Минус төрт шығады. Шатаспаңдар. Туындысын болды алып болдым. Мына аппаратны орнына қоя салайын енді. X дәрежеде минус болса төмен түседі. Жауабы міне. Мынаның туындысы мынандай екен. Әкеп қоям. Короче, есептің өзіндегі минус бар, и мына минус бар, плюс болып кетеді. Все, туындысы осындай. X нөлі бірді ғой дейді ше. X нөлі әкеп бірді қоямыз. Туындыға әкеп X нөлі бірді қоямыз. Тең. Төрт. Так, бірдің көбі. Бір көбейтем беске бес. Минус. Екіні бөлем бірдің кубына екі болады. Куб таймс. Бірдің квадраты бір көбейтем он беске он бес. Плюс. Бірдің төрт дәрежесі бір. Мына алтыны бөлем бірге алты. Просто есептей салса. Бестен алсам екіні үш. Кубы 27. И мына екеуін қосып 21. Мен калькулятор помощь. Төрт көбейту 27 көбейту 21 болды. 2268. 2268. Так, контекст. Құбыр жүргізу дейді, мен контекстті көріп саған. Мынау қайталанып келіп тұр екен. Қайталасаң жарайды. Радиусы 0,2 дейді. Мына бір құбырдың радиусы 0,2. Былай тартсаң да 0,2. Радиус былай тартсаң да 0,2. Түк түсін. Радиус енді центрден кез келген нүктеге дейінгі арақашықтық. Центрді ұстадым, тартамын. Опа, енді қойды. Центрді ұстадым, тартамын. Мынау радиус. Былай тартсаң да радиус, былай тартсаң да радиус. Кез келген жаққа тартсаңдар да радиус. 0,2. Былай тарттым 0,2 дейік. Центр, ну. Былай тарттым 0,2, былай тарттым 0,2. Бұл уже диаметр болады. Жарайды. Ұзындығы, окей. 1,2, ұзындығы осындай, тереңдігі осындай. Параллелепипед тәрізді. Окей. Еще құмды алады екен. Қайта толтырады. Күшіне себе құмды бәрін қазып алады да, үшін труба тастап бетіне құмның бәрін, алынған құмның бәрін жаққа шығарады. Потом мына трубаны салады. Трубаны салғаннан кейін құмды әкеліп бетіне толтырады қайтадан, бәріне құм түседі мияқтың бәріне. И какой-то бөлігі примерно бос қалады ғой. Құмның артылып қалады, потому что труба түсті ғой мына. Короче, есеп. Жер бетінен құбырға дейінгі қашықтық дейді. Жер бетінен құбырға дейінгі қашықтық дейді. Мынау жердің беті құбырға дейін қандай жер сұрап тұр? Қанша дейді? Біз білеміз, радиусы 0,2, былай тартамын. 0,2 бұл құбыр общий 0,4 кетті, ал өзі тереңді 0,6. Оның мына жақта 0,4 уже түсіп тұрса, қалған бөлігі жерге дейінгі қашықтық 0,2. Сендер былай қойды. Мынаған келіп не шеңбер тұр. Біздің бағана неміз тұр. Құбырымыз, енді оңайна ұзақ түсіндіріп кеттім ау деймін. 0,2, мына жағы 0,2. Ал бізге сұрап тұр, жердің бетінен мына жаққа дейінгі расстояние қанша дейді. Мына өзі 0,6 екен бүйтіп тұр. Мына жағы 0,4, ар жағында 0,2 керек та. Жауабы 0,2 болады. 0,2 метр. Ну, очевидно.
сантиметрмен беріп қойған. 0,2 метр ол 20 сантиметр. мына өлшем бірлігіне абайлау керек. Каналдан қазып шығарылған топырақ көлемі, мына метрмен тұр, метрмен жұмыс істей береміз. Қазып шығарылған, яғни до этого құбыр жоқ деп ойлаңдаршы. Құбыр жоқ. Просто пустотаны қазып шығу керек. Қазып шығу керек болып тұр. Яғни былайынан 1,2, былайынан 0,6, былайынан 400 қазамыз. Яғни мынау параллелепипед, мынандай бір фигура бар ғой. Былайынан жер қазып береміз. До конца. Бұны бәріміз бастауыш нүктеден бере білеміз ғой. А көбейтілген, не қарсайшы. Так, 0,6, 2. Так, қазамыз, жер қазамыз былайынан. Көлем дейді. Көлем формасы В екенін бәріміз білеміз. Бастауыш сыныптан бері А, Б, С. Үшінші сыныптан бері өтеміз. Ұзындығы ені биіктен көбейте саламыз. Так, 0,6, 1,2, 1,2 и 400 метр болып бәрін көбейте салу керек болып тұр. Калькулятор 0,6, 1,2, ой, 0,6, 1,2, 400. Барлық 288 метр, 288 метр куб жүргізілген құбырдың көлемі. Құбырдың көлемі, құбыр мынау. Фигура, по идее, бізде цилиндр ғой. Цилиндр мынау бізде. Құбырымыз осындай цилиндр ғой, мынау былай тұрады. Мынау құбырымыз. Енді цилиндрдің көлемі бар, біз оны өтеміз. Енді всегда айтамын, табанға түскен биіктік деп айтамын. Табаны бұл бұда. Шеңбер пи квадрат көбейтілген биіктік h. Мына енді цилиндріміз құлақ қағанға бүйтіп жатыр ғой ше. Бүйтіп жатыр, біз оны бізге бүйтіп көтерсек цилиндр шығады. Короче, құбырымыз бүйтіп қояйықшы. Бүйтсе уже көрінетін сияқты бізге. Более-менее. Не болды мынаған? Осындай бір цилиндр деп ойлайық. Ұқсап тұрған жоқ, иә? Табанға түскен биіктік. Цилиндр былайына 400 еді. Құбырымыз бүйтіп көтерсек, биіктігі 400 болып кетеді. Радиус 0,2. Формула пи квадратқа түскен h. Пи деген примерно пи деген 3,4 өйткені қалдықпен тұр ғой. Қалдықпен тұр. Пиді 3,4 деп алған. Радиусымыз біздің 0,2, 0,2-ні квадраттаймыз қазір. И h-ымыз 400 метр. Калькулятор в помощь. Так, 0,2 бірінші квадратта болайық. И 3-те 14-ке өтеміз. 2 өтем 400-ге. 50-24. Мынаны қара мәса. Ағайым қылып жүрмендер. 50-24. Құбыр жүргізілгеннен кейін канал қандай көлемдегі топырақпен толтырылды? Вообще easy. Бірінші топырақ толтырылды дейді. Барысында негізі қазып алған жеріміздің барлығы 288 еді. Ол жаққа келіп біз құбыр тықтық. Құбырдың ұзындығы көлемі 50-24 болып бағана. 288 еді, оның 50-24-ін алып тастаймыз. 2-де 88 алып тастаймын, 50-де 24. 237-де 40, 37-де 76. Қандай топырақ үстіне қоямыз деді ғой, в общем, түсінесіздер ма? Топырақ құйдық. 288 шыққан еді мына топырақ. Ішіне 50-ді толтырып тастадық уже. Немен? Бағана құбырмен толтырып тастадық. Қалғаны анау сыймайды. Осыны алып тастайсыңдар, сол кезде 237-де 76. Кәдімгі үш нөмір сияқты жерді қазып алдық. Топырақ қойып қойдық. Ішіне әкеліп тұрба саласыңдар да топырақты құйсаңдар. Кейбір топырақ сыймай қалады ғой. Ол не топырақ десек, бағана құбыр топырақтың орнын басып қалған. Соны алып тастау керек, в общем. Дальше жайылған топырақ қабаты қалыңдығы шамамен қанша сантиметр болады дейді. Енді это негізі контекстке қайта ораламыз. Контекстке қайта оралайық. Контекстке артылып қалған топырақты 100 метр квадрат аумаққа бір келкі жайып тастады дейді. 100 ма, 1000 ба? 1000, иә? 1000 метр квадратқа. Короче, бізде мына топырақ болым тек. Қандай топырақ артылып қалды? 50-24 метр куб артылып қалған. 50-24 метр кубты әкеліп 1000 метр квадратқа жайып тастайды ғой. Яғни бөліп тастайсыңдар. Так, 50-24 метр кубты бөлеміз 1000-ға. 0,05.
бөліп тастады, көрдің бе, 0,05, ондай жауабы жоқ сияқты, потому что сантиметрмен тұр. Метрді сантиметрге аудару үшін жүзге өтесіңдер. 5,3 шамамен дейді. 5,3 5 сантиметр ғой. Яғни 50/24-ті 1000 метр кубқа бөліп, 1000 метр квадратқа бөліп тастаймыз. Метр куб. Ана көргенімді ұятын ай. Метр куб. Мынау метр екеу кетеді, мына екеу біреу қалады. Бөлінген кезде 0,00, ой, 0,05 бір бәле болды бағана. Бұл метр қалып қалады. 3 метрдің екеуін бөліп тастадық. Біреу ғана қалып тұр. Сол метр сантиметрдің арасында жүзге көтеміз, сонда 5,0 бір бәле болды. Сантиметр. Жауабы бұл. Ну, не сәл қиындау қойдым. О, 31-ші деп келдік. Так, мынау аның, к-ның бұрыштық коэффициенті, иә. В общем, нүкте деген сөз бар. X, Y, X-тің орнына 4, Y-тің орнына 1 түрген әкеп қойық. X-тің орнына 4, Y-тің орнына 1 түрген әкеп қоясыңдар. А көбейтілген 4, мына екеуін көбейтемін 2, А көбейтілген 4 тең, мына қасайтып болып барады 4, А тең 4, 4-ке бөлеміз 1. А-ны тауып алдық, ол 1. К-ны табу керек па? К деген бұрыштық коэффициент, иә. Бұрыштық коэффициент, қыздар жігіттер, былай болып тұр. Кx плюс Б. Мынау түзудің теңдеуі. Осы жерде мысалға y тең болады 3x плюс 2 болса, бұрыштық коэффициентіміз k. X-тің алып тұрған коэффициент 3 болады екен. Сол сияқты мына жақта просто y тең деп келтіріп алу керек. А-ны 1 екенін білдік па? А-ның орнына 1-ді қоямыз. Мына 1-ді көтемін x-ке. X қой. Y тең деп бастау керек. Y-ді алып қаламын. X не қылатырайын? Плюс x не қа? Минус x болып барады. Бірінші x жазылады, потом барып сан. Жарай ма? Сол үшін x не қашса да болады бүйтіп, бірақ сызықтық теңдеу түзудің теңдеуіне келмей қалады. Сондықтан бірінші x не лақтырып аласыңдар. Кейін y тең деп бастау керек, 2-ні бөліп жіберемін мынаған. Y тең болады. Бәрін 2-ге бөліп жіберейінші. 2-ге бөлемін, y қалады, 2-ге бөлемін. 2-ге бөлемін. Алтын 2 бөлемін 3. Яғни коэффициентіміз x таңдаған 1 тұрған еді. 1-ді 2-ге бөлеміз. Неше минусы бар? Коэффициентім минус 0,5. Мынау оңай есеп негізі, мен сәл бір түсіндіргенге. Ойланып түсінсеңдер, негізі оңай. X пен Y-ді орнына әкеліп қоя саласыңдар. А-ны тауып алдың. К деген вообще, К-ны табу вообще оңай негізі. Y тең деп бастайсыңдар. Y тең десең өзі К көрініп тұрады. К деген не ол? X-тің алдында тұрған коэффициент. 1 бөлінген 2,05, алдында минусы бар. Дальше. Тең берілу трапецияның үлкен табаны 9. Не жазайын ба? Тең берілу трапеция сеткамен тең берілу. Тең берілу деп ойлай салайықшы енді. Болмайды. Хоп, 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 хоп. Ол тең берілу. Үлкен табан 9. Бер қабырғасы 4-4-тен сүйір 60. Самый бір андай простой есеп шығармай, өйткені 60 деген уже 30 градус көрініп тұр. Осы трапецияның ортасық деген бар. Ортасық тура қақ ортасына алып, бүйірлерінің орталарына келіп қоса саласыңдар. Например, мына жақта мысалы 10, мына жақта мысалға 14 болса, ортасығын тауып үшін екеуін қосып 2-ге бөле саласыңдар. 24 2-ның 12. Помните, ма заңдылық бар еді ғой? Оп, 2 қосылған, 2 қосамын деген сияқты. Сондай да, мына тоже ортасығын табу алу керек болып тұр. Бірінші биіктік түсірейік. Неге деген сұраққа, мына үстіңгі табан табу үшін биіктік керек. Міне, үстіңгі табан табу үшін биіктік керек болады. Көрдің міне, өзім оңаша алып қалдым, міне тұр ол. Ол міне тұр ол. Мына жақта бізде 90, 60, мына жақта 30. 30 градус теоремасы бар. 30 градус теоремасы бар. Мынаны барлығы жаттыға білу керек. Обязательно. Өтеміз геометрия. Оған дейін де жаттап жүріңдер. 30 градус теоремасы қандай? 30 градусқа қарсы жатқан катет. Мына қабырға гипотенузаның жартысына тең. Гипотенуза 4, оның жартысына тең 2. Міне 30 градус көрдіңдер ме? Сразу қарама жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. 4-тің жартысы 2. Мына то же самое тема. Сол теманың жақта 4, 4-тің жартысына 2 болады. Прикиньте, нәтижесінде 9 тұр міне. Мынау общий 9. Оның екеуі не тұр міне? Оның екеуі не тұр? 2 мен 2 4, қалған не 5 міне тұр. Демек, мынау кіші табаны не 5 екен. Получается, міне, мына жаққа жазайыншы.
үстіңгі табаны 5, астыңғы табаны 9. Үстіңгі табаны 5, астыңғы табаны 9, ортасыны тап десе, 5 пен 9 қосып 2-ге бөлесіңдер. 5 пен 9 қоссам 14, 2 7. Ортасығы ел, е, мынаны 7 деп жүрмеңдер. Мынау 7. Мынау не? Периметр. Периметр деген сөз барлық қабырасын қосамыз. 5, 4, 9, 4. Бәрін қосыламыз. 4-ке 4 қосам 8, 5-ке 9 қосам 14, қосам 22. Периметр 22. Шатас кетіп жүрмендер. Мынау оңай есеп. Дальше x минус m квадрат плюс n түрінде жазып, олардың сандық мәндерін сәйкестендіреді. Мына жерде бізде по идее формула бар, негізі m-нің формуласы бар. Минус b бөлінген 2a деген. Бірақ ол мен емес, метабетик формула салсам ба? Жарайды, салсам да болады, салмай ақ қойсам. Просто n-нің формуласы сәл долгий болады да. Бүйте салайыншы, қысқаша көбейту формуласына келтірейік. X квадрат минус 2x. Мынау қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Ненің екі еселенгені? Тығылып тұрған бірдің екі еселенгені да. Қаласында а квадрат минус 2а б плюс б квадрат, яғни біз бағана 1 екенін біліп қойдық, не тығылып тұрған. Плюс 1-дің квадраты керек. Жарай ма? Плюс 1-дің квадраты керек болады. Плюс 1 деп жазамын. Демек формула шығады просто x минус 1-дің квадрат деген. Это 9 тұр, по идее. 9-ның біреуі не кетсе, қалған 8 не тұр. По факту ештеңе өзгерген жоқ. X квадрат минус 2x 9 деген ол 1-ге 8 қоссам 9 шығып тұр. Плюс 8. Яғни m деген менде 1, n деген 8. n деген 8, m деген 1. 8 бен 1. Дальше. Мынаны өтеміз. Қайтадан түсіндіре салам. Бірақ мынау типа оңай жол ғой енді. Мына есеп мен де шығармаймын. Мен ана көрдім, ана тест жаздığыңызда қараймын. И мына вообще оп-оңай есеп қойдан қараңдар. Бөлшектің бөлімі ММЖ дейді. ММЖ деген сөз бөлімі тең емес. Бөлшектің бөлімі тең емес. Мүмкін мәндер жиыны. Төбірасының өзі ММЖ-сы бар. Былай ғой. Мына бөлшектің бөлімін қарасаңызшы. Нөлге тең болмау керек. X шығарып алайын. X минус 2. Мынау тең емес нөлге, яғни ответ 0 бола алмайды. И мынау тең емес нөлге, тең емес 2 екен. Мынаның мамыжысын қарайық. Бөлшектің бөлімі нөлге тең болмайды. Толымсыз дискриминант ветпен шығара алмайсыңдар. Екеуінен де x жақшаншысына шығарып аламыз. И әкеп нөлге, каждый нөлге. Мынау тең емес нөлге, мынау тең емес 3-тің яқылатыра минус 3-ке. Короче, ММЖ уже көрініп тұр. Мынау 2 минус 3 0 дегенде мынау ММЖ болады, ШБ. Мына неге қараған жоқпыз? Мынау негізі вет. X квадрат плюс x минус 6 тең емес нөлге. Көбейтсек минус 6, қоссақ 1 емес минус 1. Минус 3 пен 2, минус 3 пен 2. Оппо, біз оны қарап қойыппыз. Жауабы, бошына мамыжаналар болғылмайтын ответтерді. Теңдеудің түбірлердің сөз ответтер. Прикиньте, ответтер 2 дейді кер болар. 2 болмайды ғой. 0 дейтін еді, 0 боламайды. Ответ тек қана мынау. Теңдеудің түбірлері бізде минус 7 болады, а мамыжасы бізде минус 3, 0, 2. Нағыз, прям қарайсың, бас жұмсайтын балалар шығармайды бұл есепті. 35-ші жеп. Арифметик прогрессияның 3-ші мен 5-ші мүшелерінің қосындысы дейді. 3-ші мүшелер мен 5-ші мүшелерінің қосындысы 30, 6-ші мен 1-ші мүшесінің айырма дейді. 6 минус А1 тең болып тұр 20. Мыналарды табындырайық. Жүйе 3-ші мүше. Өтеміз аны. Қыздар жігіттер өтеміз, айтылайын сұрасы. 3-ші мүше дегенді шығару мүмкін емес. Бәрін А1-ді деп белгісіз 2 ақтал. 2 тал белгісіз қылу керек. А3-ті ашап. А3 дегеніміз А1 плюс 3-ке қанша жетпей тұр? 1-ден 2-ді жетпей тұр. А5 деген ол А1 плюс 5-ке 4-ді жетпей тұр. Тең 30. А6 деген ол А1 плюс 6-ға жетпей тұр 5-ді минус А1 тең 20. В итоге мына жерде қараңдаршы, даже А1 мен А1-ды астамыз 0 болып кетеді. Қалып тұр 5-ді тең 20. Д тең болып тұр 5-ке бөліп жүрем 4. Мұны это вообще екіні көбейтінде д-ға дейді, 4-ке 8 шығып тұр. Уже жауап шықпайды. Бірақ А1 табу керек, себебі А8 керек, С8 керек та бізге. А1 табу үшін д-ны тапқаннан кейін екіншіне әкеп қоямыз. А1-ге қоссам А1-ді 2 А1. 2 д-ға қоссам 4 д-ны 6 д тең 30. Мен д-ны 4 екен білем, әкеп қоям. 2 А1 плюс 6 көбейтілген
төрт тең 30. Не, дана 4 екен білем. Так, екеуін көбейтсем 24, не қылаттырам резко. Азайту болып барады. Азайтсам 6, бөлем 2, 3. Мынаны шығару үшін S-тің формуласын білу керек. SN-нің формуласы бар. А1 плюс АН бөлінген 2 көбейтілген N деген. А1 плюс А8, N-нің орнына просто 8 тұр. N-нің орнына просто 8-ді қоясыңдар. Көбейтілген 8. А1 бізде бар. А8, пожалуйста. А1 қанша жетпей тұр 8-ге дейін? 7 да жетпей тұр дей саласыңдар. А1 бізде 3, 7 көбейткен. Д-ны білем. 4. Көбейтсек 28 қоссам 31. 31 бөлінген 2 көбейтілген 8. 34 текке бөлем. Так, 34 текке бөлем. 17, 17 көбейтем 8-ге. Калькулятор. 17-ні көбейтем 8-ге. 136, одан соң 127-ні. 9. Аспай қарап аласыңдар, еме ойлап қалған соң, может, тез түсіндіріп жатырмын ба деп. Аспай қарап алыңдар. Мынау қысқаша көйді формуласы. Х квадрат минус 2 еселенген 2 еселенген х пен 2 y-ті плюс 2 y-тің квадраты. Бұл жерде тең х квадрат минус 2, 2, 4xy плюс 2-нің квадраты 4y квадрат. Міне х квадрат, х квадрат. Дальше не бар? А xy, xy. А-ның орнына минус 4 тұр екен. Мысалы, А-ның орнына минус 4. Қызым, мына видео түсіріп отырмын. Y квадрат, y квадрат. Алдында b-ның орнына 4 тұр екен. B-ның орнында 4 тұр екен, b-ны тап дейді. Так, дальше. Радиус вектор. Мынау бізде оп, оп. Мына қараңдар. Шеңбер бірлік шеңбер сатын болсақ, не жаққа? Не болды, қызым? Папа күшті салат кес. Күшті салам екен? Рахмет, қызым. Так, мынау біз... 5. 5 па? Ой, рахмет, қызым. Так, мынау борыш дейді. Баға айтқанбыз 5 пи бөлінген 6. Нет, негізі бүйтейінші, енді пи деген 180. Мен просто түсіндіріп отырмын, бұл негізі бүйтіп шығармайды. 5-ті көбейтемін, пи деген 180-ге, бөлем 6-ға. 150. 150 градус деген қай жерде тұр не? И прикиньте, не бәле болып тұр. Радиус вектормен тең болатын беттесетін бұрыштар дейді. Яғни біз 150 градус таптық. Ол негізі шеңберден 0-ден басталады ғой, иә? Беті 360 алып келді. Тағы да айналып келіп үстіне түсетін градус айтып тұр. Прикиньте, біз былай жүріп келейікші. Былай полный жүріп келем, бір круг. Бір круг менде 360 и тағы да 150 жүріп беттесіп тұр дейді. Просто тағы да жүру керек болып тұр. Үстіне, тағы да соның үстіне түсіп бару керек болып тұр. 150 градусқа тағы да 360 алдыға жүрем. Так, калькулятор. 150-ге қосам 360. 510. Кәс. Мен кешегі тесттің разборын түсіріп жатқанмын ғой. 510 градус деген қайсысы? Так, 510 градус деген қайсысы? Мен мыналар слишком много, 510 не прям. Өйтем 180-ге бөлем 6-ға. 510 градус табылды. Міне. И кім айтты, что мына бағана 150 градус тұрса, бір полный айналып келесіңдер ғой, беттеседі деп. А может, вдруг айналған шығар. Шеңбер бет 0, сіздер қалай көреді екен, қазір 0, 30, 45, 60 бет айналады ғой. Может, наоборот айналып барып беттескен шығар. Короче, 360-тан былай наоборот кеткен шығар. Яғни наоборот кетсе былай жүрді қараңдаршы. 0, наоборот кетсе минусқа кетеді. Минус 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210. Мынау минус 210 градус беттесіп тұр. 210 дегеніміз мынау. Мынау дегенде, пожалуйста. 7-ні көбейтемін. 180-ге бөлем 6-ға. Минус 210. Өтеміз тригонометрия дегенде қайттан бір түсіндірем. Окей? Қайттан бір түсіндіру керек болып тұр мына жерде. Үшінші мүшесі геометриялық прогрессия. Шексіз кемер дейді. Шексіз кемердің формасы бар, готовый. b1 бөлінген 1 минус q. Готовый формасы бар. Үшінші мүшесі менде 4-тен 1. Жетінші мүшесі 64-тен 1.
Короче, бобр керек и кю керек. Мынаны енді өтеміз, қыздар жігіттер. Кюдің формуласы бар, пожалуйста. Мына формуламен шығарамыз. Обязательно осы формуламен шығару керек болып тұр сендерге. Так, n деген үлкенді аласыңдар. b7 бөлінген b3 жеті асам үште 4. В итоге Q4 тең болады. Так, біріншіден екен бөліп алайық. B7-ні 64-тен 1-ді бөліп алайын 4-тен 1-ге. Бөлу кезінде орын ауысады, иә? 4-ке қысырам 1, 4-ке қысырам 16. Жауап 16-тан 1. Q-дің 4 дәрежесі. Қандай санның 4 дәрежесі 16-тан 1 болады? Десе 2-ден 1. Короче, осы жерден негізі мен кете салайын дегенмін, потом тоқтай салайыншы. Осы жерден көп бала қате кетеді. Қате кетеді. Қандай санның 4 дәрежесі 16-тан 1 десе 2-ден 1 дейді. Дұрыс емес. 2-ден 1 емес. Плюс минус 2-ден 1. Осы жерден бәлем бай бала кетіп қалады ғой. Плюс минус 2-ден 1. Яғни это 2 жауап шығады. Плюспен бір қарайсыңдар, и минуспен бір қарайсыңдар. Короче, 2 жауап шығатын еді сендерде. Q-ді 2-ден 1 кезде қарау керек болады. И Q-ді минус 2-ден 1 кезіне қарау керек болады. И бізге бобр керек болады. Мына формулаға бобр керек болады. Бобрдың формуласы кез келген біреумен таба аламыз. Например, b3-пен таба аламыз. b3 деген не ол? Бобр 1-ге жетпей тұр, 2 дәреже. Осы жерден бобрды тапсақ, неға бөліп барады? b3 бөлінген q квадрат. b3-ті, яғни 4-тен 1-ді бөлеміз q-дің квадратына. 2-ден 1-дің квадраты минус 2-ден 1-дің квадраты без разницы 4-тен 1 болады. Любой өрнекті өз-өзіне бөлсеңдер, жойылады, бірді береді. Короче, бобрды тауып алдық. Әке бобрды ой керек мына жаққа. X тең болады. Бобр ол бізде 1 минус Q-ді 2-ден 1 деп қараңдар. Ортақ бөлім 2-ден береміз. 2 бірім 2, азайтан 1-ді 1 қалады. Мынау сатылы бөлшек. Оп, 2 көтеріледі. Көтеріледі, 2 шығады. И минуспен кезде қарайсыңдар. Минуспен кезде қарайсыңдар. Бобр 1 минус Q-дің орнына минус 2-ден 1-ді қоясыңдар. Сол кезде минус пен минус плюс болып кетеді. Ортақ бөлім 2-ден береміз. 2 бірім 2, қосам 1-ді 3. Сатылы бөлшек көтеріледі. 3-тен 2. Көп бала Q-ді плюс минуске ұмытып кетіп, мынаны белгілеп қояды. Жауап еще 3-тен 2 деген жауап бар. 39-шы сеп предпоследний. Вау. Енді мына есеп негізі орны қосса болады. Орны қосса болады. Мен шығар жолында көрсетуге болады. Шығар жол сәл пәл ұзақ кезінеп тұр. Ойланып көрейікші. 5 шығу үшін қандай сандар? 4 пен 1 қой. 4 пен 1 қой. 4-ке 1-ді қоссам 5 емес па деп. Но мынау қандай санның 4 дәрежесі примерно 4 болып шыққан. 4-ті өзіне 4 рет көтеміз. 256. Және 1 ол 1 болып шығады дейді, иә. Қандай сан 4 дәреже 1 болып шыққан? 1. Y-ті 1 екен білдік, нәке орнына қойық. 13 шыға ма? Так, 256 бір астынан 16 болып шығады. 16 болып шығады. Қосылған 1-ті бір астынан 1 болып шығады. Қоссам 17 болып кетті. Маған 13 керек. 4 пен 1-ге атайды. Келмейді екен. 5 шығу үшін 3 пен 2, может быть. Қандай сан 4 дәрежелі түбір астынан 3 болып шыққан дейді. Ол 3-тің 4 дәрежесін апаратын таба аласыңдар. 81. Қандай сан 4 дәрежелден 2 болып шыққан? 16. 16. Әкеп орнына қоясыңдар. Түбір астында 81 плюс түбір астында 16. Так, 81 түбір астынан 9 болып шығады. 16 түбір астынан 4 болып шығады. Қосса 13 шыға ма? Иә. И орындалып тұр үшін жауабы 3 пен 2. 3 пен 2. 3 пен 2 деп қойым. Жауабы 81 мен 16. 81 мен 16-ны алыстамыз. 65. Деп даже кетіп қалуға болады, бірақ мына жерде мынау ответте примерно тығылып тұр ғой. Мына қараңдаршы. Кім айтты, что бізде ответте 81 мен 16? Ол наоборотта болатын шығар. Ол наоборотта болатын шығар, негізіне қараңдаршы. 81 мен 16 мен бүйтіп қарадым. Это просто минус неге шықты деген ой болып қалуы мүмкін сендерде. Ойлану керек, мына қараңдаршы. А может 16 мен 81 шығар. Мына 16 мен 81 дейінші. 16 4 дәрежеден 2 болып шығады, 81 4 дәрежеден 3 болып шығады, 5 шығады. 16 түбір астынан 4 болып шығады, 81 түбір астынан 9 болып шығады, 9 орындалып тұр. Значит, x бізде 16,
Y 81 деп оқып қалуы мүмкін ғой. Жауап -65. Екі жауап бар. И соңғы последний есеп. Қиманың ауданы 9 дейді. Мына қима ол шеңбер. Шеңбердің ауданы мен баға айтқам. Пи р квадрат 9 пи ол. Демек, пи мен пи қысарады. Ненің квадраты 9, радиусымыз плюс минус негізі, бірақ минус геометрияда қарамайсыңдар. Мына бір қиманың радиусы 3 екен. Мына ақ 3 екен. 3, 4. 3, 4, 5. 3, 4, 5 деп айтқан қыздар жігіттер. Короче, мына шеңбердің радиусы, шардың радиусы 5. Сұрақ. Қимаға параллель болатын шарға жанама жүргізілген андай, бірақ осы жерден аяқтан қиған жанама. Мына шар шығышты керек. Короче, шарикке тура тиген жерден бір нәрсе қиған ғой, прикиньте. Мына жерден қиған бір нәрсе. Не? Жанаған жерден қияды. Параллель жанама жасау жүргізілген қимадан жанамаларға дейді. Короче, мына жаққа дейін расстояние, қимадан мына жаққа дейін жасап тұр, прикиньте. 4, и былай айналып жүремін. Радиус қанша? Былай тартсаң да 5, былай тартсаң да 5, былай тартсаң да 5, и былай тартсаң да 5 емес па? В итоге 4-ке мына расстояние жасап тұр ғой, мынада 4-ке қоссам 5-ті, 9. Деп бітіре салайын десем болмайды. Жанамалар дейді. Яғни, мына жақтан ғана емес, мына жақтан да бет кескен шығар бір нәрсе. Мына жақтан да бір нәрсе кескен сияқты ғой, че-то. Жанама деген сөз біз тиіп өтетін жер ғой. Тиіп өту керек болып жерге. Яғни қараңдар, мына жерге тағы бір нәрсе тиген міне. Мынаған дейінгі расстояние сұрап тұр, мына қарасыңдаршы. Мына жер сұрап тұр, прикиньте. Общий былай тартсам да 5 деп айттым бағана. Былай тартсам да 5, былай тартсам да 5, былай тартсам да 5. И 5, и 10-ның аяғын сұрап тұр. Прикиньте, 5-тің аяғы 4 екен, понятно? Қалғаны 1. 5-тің мына аяғы 4, понятно? Ар жағында бір ақ қала расстояние бар, бір расстояние бар. Бір деген жоқ келеді. Короче, негізі видео ұзақ кетті ау деймін, қазір загрузкасы ұзақ болып қалады ау. Сондықтан тезірек аяқтайық. Жауаптары, бітті. Осымен тез жауаптан билеп шығу болып тұр ма? Дейді ол не болды? Мынаны кевагняха. Короче, бірінші помню 6. А болды мынау. Мынау Б болды. 72 болды. Так, мынау. Мына документінде тоже жібере салайын, иә. Так. Дұрыс. 4, 5. Бір болды, точно. Бір екен. Дальше. 1. Дальше. 105. Дальше. Бір С. А дейік. С. А. Дальше. С, Б, Д. С, Б, Д. Дұрыс қой, иә? Дальше. Б, Д. Логарифмде болды. Б, яно. Дұрыс. Д. Дұрыс. Дальше. Д, Б, Д, Б. Мынау А болды, мынау енді оңай. Мынау тоже А болыпты. С. А. Келесі. С. Мынау А болды. Мынау 5 болды. Мынау 2268 вроде бы. Так, 2268 дұрыс. Мынау 20, 288. Так, 20, 288. 50, 24. Так, 24. Мынау А болды. Б.
Ашынау келесі б болады екен. Одан кейінгісі к бізде 0 бүтін. К минус 0,5, а бізде 1. Келесі. 22, 7, шатас кетіп жүрмейші. N 8, M 1. Мына мамажа оңай. Енді мынау мамажа мынау. Ответтері 0 мен 2 бола алмайды. Жауабы минус 7. И мынау бар шығар деге. Так, 9 мен 8. 1. Так, мынау асылын келген кезде минус 4 пен 4, ол точно дұрыс. Парадиямен. Так, мынау минус 210, потом айналып барды. 500 деп айтты дұрыс, иә, минус. Так, потом мынау бағана прогрессия всегда қадалып қалғандар, иә. Прогрессия минус плюс деген, плюс минус дегеннен всегда балаға шатасады. Всегда. Минус 35, плюс 35, наверное, тоже кетіп қалуы мүмкін орнына қойған балалар. И 1 мен 9 болды. 1 мен 9 болды, иә. Мгм. Короче, аяқтап көрейік енді. Так, аяқтау дұрыс. Математика 40, жауап берілді 40. Растау. Как обычно. Деп па? Короче, мына видеоны қайтадан қайталап көріңдер. Түсінбей қалған жерлерін бостаушы сұрайсыңдар келіп. Пайдалы болды деген ойдамын. Вообще-то видео түсіп жатыр ма деген сұрақ қойып. Әрең кірдім ғой. Так, осымен аяқтаймыз. Аяқталды ма? Так. Аяқталды.